Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев мырзаға үндеу. Біз Бесойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ОТК жауапкершілігі шектеулі серіктестік сенімгерлік басқаруындағы 560 жұмысшысы бар мекемеміз. Соңғы 10 жыл ОТК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалар жаңартуға, яғни амортизацияға бөлінген қаражаттарды өз мақсатында пайдаланбағанның кесірінен еңбек қауіпсіздік ережелері бұзылып, қазіргі таңда 117 арнайы техникалар жылдық техникалық байқаудан өте алмай, алдымыздағы айларда және 100-ден астам арнайы техникалардың техникалық байқауының мерзімі бітетінін хабарлаймыз. Соның салдарынан Бесойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары жұмыссыз қалуда. Бұл жағдайда жұмысшыларды әлеуметтік шиеленіске әкелуде, яғни отбасылық әлеуметтік тұрақсыздыққа, банк алдында қарызын өтей алмауына әкеліп соқтыруда. Сенімгерлікті орындамай отырған мекеме жұмысын тоқтатып, ОТК мекемесіне қайтарылуын, арнайы техникалардың гаражын жаңартылуына, Қазмұнайгаз акционерлік қоғам ұлттық компаниясы арнайы техникаларға бөлінген қаражаттарын өз мақсатына жұмсамай әлеуметтік шиеленіс тудырып отырған басшыларын жауапқа тартуға ықпал етуімізді талап етеміз. Осы талаптарымыз орындалмаған жағдайда өзіміздің конституциялық құқығымызды пайдалана отырып, заң жүзінде іс-шараларға баратыныңызды қаперіңізге береміз. Талап қойушы Бесойл ұжымы, талап орындалсын ба?